Біз бүгін Pinduoduo сайтына тіркелетін боламыз. Ол үшін ашып Pinduoduo'ны сілтемені басамыз. Сесен 6 дегенді кетіріп тастап, Қазақстанның 7 деген кодын жазып, ары қарай өзіміздің қолданыстағы номерімізді жазамыз. Дәл осы номерімізге бізге 6 таңбалы код келетін болады. Осы код арқылы біз тіркелеміз. Өзіміздің номеріміз жаздық. Енді кодты күтеміз. Кейбіреулерде бірден жазғаннан бірден келеді, ал кейбір кезде кодты қайта сұрауға тура келеді. Ол кезде мына секунд жүріп тұр ғой, сол жердегі секунд бітіп қалып, қызыл жанады. Қызылды қайта бассақ, біз кодты қайта сұрай аламыз. Осылай күтеміз енді. Менде үшінші реттен болды, себебі ол жерде күтіп тұру ұзақ болғансын, мен видеоны қысқарттым. Үшінші рет сұрағанымда уже код келді менде. Қорықпай осылай қайта сұрауға болады. Міне бізге Pinduoduo'дан келді. Ашайық. Мына уже 6 таңбалы код келді. Осыны апарып Pinduoduo'ға жазатын боламыз. Осы таңба код арқылы біз өз номерімізді сайтқа тіркей аламыз. Дұрыс жазу керек болады. Әйтпесе қайта сұрауға тура келеді. Ары қарай барлық толық заказ беруді үйренем десеңіздер, дәл осы каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мына біздің номеріміз қазір. Мына ең астында оң жақта кругты басқан кезде ол біздің профиль. Көріп тұрсыздар, номерімізді көрсетіп тұр. Уже біздің номер тіркелді. Мынау ең ортасында 3-8 дегенді бассаңыздар, сіздерге акциядағы товарларды, яғни мереке немесе тағы да басқа нелер болған кезде, іс-шаралар болғанда акцияға шыққан товарларды көрсетеді. Ал мына домикті бассаңыздар, ол кезде біздер менюларды көре аламыз. Қалаған товарларыңызды қорықпай ішіне кіріп қарай берсеңіздер болады. Мұнда біз адресті Қытайдағы каргомыздың складтың адресін енгізетін боламыз. Ол келесі сабақтарда көресіздер. Дәл осы жерде Қытайдағы складтың адресі жазылатын болады.